Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге Аружан, және де бүгін осындай жұмсақ әрі миксерсіз дайындалатын 20 минутта пісетін оп-оңай кексті жасайтын боламыз. Каналыма шыққан жаңа рецептілерді өткізіп алыңыз үшін тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Кекстердің толық рецептісін видеоның астындағы описание бөлімінде қалдыратын боламын. Ең алдымен қажетті ингредиенттерді дайындап аламыз да, одан кейін жұмыртқаны көпіргенше венчикпен взбивать етеміз. Жұмыртқалы массамыз көпірген соң, оған барлық қантты салып, тағы да араластыратын боламыз. Қант пен жұмыртқалы массамызды араластырып болғасын, оған сұйық май мен айранды қосып, тағы да бір араластырып аламыз. Ұнымызға разрыхитель қосып араластырып аламыз. Қалауыңызша ванилин қоссаңыздар да болады, бірақ ол міндетті емес. Қамырымыз дайын болды, және де оларды осындай қалыптарға бөліп құйып аламыз. Қызып тұрған 180 градуста қызып тұрған пешке қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Шамамен 20 минутта пісетін болады. Кекстеріміз дайын болды, және де олар жұмсақ, дәмді, және де бір жасағаннан оп-оңай шығатын жеп-жеңіл кекстер. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Сіздермен болған Аружан, сау болыңыздар.